Сайрам ауданында Қазақстан Республикасының қаржы салық сапасы қызметкерінің үздігі Сайрам ауданының құрметті азаматы Қозыбақ Леспай Берікбайұлының жүлдесіне арналған еркін күрестен жасөспірімдер арасындағы республикалық ашық турнир өтті. Байрақты бәсеке бірінші рет өтіп отырған жоқ. Бұған дейін де бірнеше рет ұйымдастырылып, спортшылардың басын қосқан. Бүгінгі жарыс республикалық ашық жарыс жас балдардың, жасөспірімдердің болашағы алда. Солардың негізгі өзіміздің президент айтқандай спортпен заниматься бос уақыттары болмаса. Сонымен олар наркотик деген басқа жамандылардың аулақтау болатын еді. Сонымен денде шындығып, денсаулықтары зор болып, ертең еліміздің мықты азаматтары болып өседі деп. Соғында жарысты Сайрам ауданының әкімшілігімен спортпен бірігіп жарысты ұйымдастырдық. Бұл жарыстың 11-ші жылы өтіп жатыр. Ауданнан басталды, одан облыс, республикаға сондай деңгейге көтердік. Сол ең міндетті балдарымыздың денсаулығы зор болып, ер жігіттердің ер қорғайтындай азамат болсын деп. Соған атсалысып жатқан жағдайымыз бар. Бұл жолғы турнирге еліміздің бірнеше өңірімен қатар көрші Өзбекстан мен Қырғызстаннан да спортшылар келген. Спорттық шара тәжірибе алмасуға таптырмас мүмкіндік дейді ұйымдастырушылар. Жарыстың барысы бойынша Қозыбақ Леспай ағамыздың жүлдесіне арналған республикалық турнир, республикалық календарға енген. Дәстүрлі турнирге айналамыз деп үміттеніп отырмыз. Команда саны бойынша 15 команда өңірлерден келген. Бұл атап айтқан кезде жақын көршілес Өзбекстан команда мемлекетінен 4 команда келді. 30-дан астам спортшы. Одан кейін Қырғызстан командасы бар, республикасының 10 шақты спортшысы бар. Қалған жақын облыстар: Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Шымкент қаласы келді, Абай облысы келді, Алматы облысы, Жетісу облысының спортшылары қатысуда. Бары 400-ден астам спортшы осы жерде өнер көрсетеді. Жетісайдан келген өрен Мирас Бердібай бұл жолғы турнирге тыңғылықты дайындықпен келіпті. Жас спортшы болашақта республикалық халықаралық турнирлерде топ жарып, олимпиада чемпионы болсам дейді. Менің атым Бердібай Мирас болады. Мен Жетісай қаласынан келдім. Менің мақсатым осы турнирде чемпион болу. Алдағы мақсаттарым олимпиада чемпионы болу.